мына балаларын садикке беретін ата-аналарды айтам я. Тек айтпасқа амалым болмай тұршы я. Өзі бар ғой, сол жердің тәрбиешісі 100 мыңға жетер-жетпес айлық алады, алдында 20-25 бала бар. Сол сүйде тұрып жаңағы ата-аналарды айтам да, кейбір ата-аналар бар ғой. Баламның мына жеріне неге тамақ тамған дейді. Сөйтіп бәле қылады. Арқасы терлеген, неге мына футболканы ауыстырмадың деп жәнін шығарады. Жап-жас келіндер, өбілкен тәрбиеші аналарға нағып ит сөйлейсіңдер я. Тегі бар ғой, шапалақпен тәртіп жіберген келді. Тәрбиеші сенің балаңа қарап отыр, үсті малмандай кір боп, ол балаң ойнағанына қуанбайсың ба? Неге бұл кір боп келді, кешегі новый киімі дейді ана қара. Онда таза киіндіріп қойып үйіңе ұстап отыр балаңды бүйтіп. Ойнамасын, жүрмесін, тұрмасын. Аяқ киім дұрыс кимеген. Далаға бүйтіп шыққан, ана жерде бүйткен, сен құлың ба ол. Көп айлық абатқан жоқ. Сенің 25 балаңа қарап отыр, бәрін үйретіп отыр. Жан-жақты, құрсын сен, киім былғансын. Атасынан әлеті сол киімнің. Кір болсын. Зато балаң телефон көріп отқан жоқ, ойнап отыр ғой. Нағып оған деп сөйлейсіңдер я. Обал емес па, ол біреудің анасы, біреудің үйіндегі жары, құлың емес қой жарығым, жөндеп сөйлеңдерші. Ят қой деп, соны айтып тұрған жас келіндер бастарға қақшаңдап. Ана утренникте алдына балам шығып беремек деп бәле қылады. Менің балам алдына тұрмады деп. Ана чаттарды көрсең, дөрекі, сен жалдамаған құлың ба, малайың ба сенің? Мықтысың ба, үйіңе бір тәрбиеші жалдап ал. Менің балам малмандай болып келеді, мен қуанам. Мөлдір, балаң бүгін үстін бұлғады, бұлғасын дейін, бұлғай берсін. Бұлғай берсін, ойнасын, домаласын, жерге жатсын, су болсын, батпаққа ойнасын, ойнасын. Сондайды қойыңдаршы, құрсын. Мен ойлаймын, заманымыз сондай рахат. Телефон қолда. Жегжат жырап іздесең, жаныңнан ақ табылады екен ғой. Қазір естіп жағамызда отырмын. Күйеуі Естима деген мәшіне алған, Естима деген группасы бар екен. Ананың ішінде бір 40 шақты құдай біледі еркек бар. Бір-бірімен хал сұрасады екен. Мәшінелерін айтып мақтанады екен. Одан былай жаңағы таксовка болса клиенттерін брат деп бір-біріне береді екен. Бір қауым жамағат. Одан қала бердіп өтіп барады бір-біріне. Негат етеді, сен менің бауырымсың, екеуміз де бір компания мәжінесін айдап жүрміз деген ғой енді. Запчасы дейсің ба? Бауырмал, міне, 24 сағат бойы бір-бірімен сөйлесе береді. Басқа қатындардан сосын Audi дегенде группа бар екен. Volkswagen дегенде группа бар екен. Еркектердің өмір рахат, жоқ, оның пайдасы да бар екен. Бұзылып қабатсаң, брат, менде бар запчас деп, әкеп жолдан тастап, ана қарамайсың ба? Бауырмалдылықты қарамайсың ба? Біздің қазақ бауырмалды жегжат табам десе, әні, пожалуйста, мәшиненің маркасымен араласа береді. Енді олар қосылып жиналайын деп жатыр. Қатындарыңды алайыңдар деп айтыпты. Мен айтам, не темада әңгіме айтамыз? Естиманың ата бабасын жаттап барайық. Бетімізге Естима деп жазып, мына жерде эмблемасын қойып барайық. Ана байкерлер жиналады ғой қатындарымен, салағылар, шалбарлар киіп деп. Сөйтейік деп жатырмын. Несі бар? Көбейе береміз. Кия деген бар ма? Мен Кия деген мәшіне жиналайық қатындар. Бір гонка жасаймыз ба? Кия деп торт жасатайық. Жырас, пайдасы да бар, бірақ қызық енді.